Сәлем достар, бүгін пиццериядағыдай нағыз пицца дайындаймыз. Қамыры өте жұмсақ болады. Бірінші апарасын, яғни ашытқысын қойып аламыз. Ол үшін жылы суға тұз, қант, дрожжиді араластырамыз да көтерілгенше қойып қоямыз. Описанияға қамырға қосатын заттардың құрамын көрсетіп кеттім. Көтерілген апарамызды, яғни ашытқымызды үлкендеу ыдысқа құямыз. Араластырып аламыз. Одан кейін оливковый майымызды құямыз. Онды електен өткізіп қосамыз. Қамыр илейміз. Дайын қамырымызды 4 бөлікке бөліп, бетін жауып 10-15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Бұл қамырдан 4 пицца шығады. Дайын қамырымызды қолымызбен противенге жаямыз. Үстіне соусымызды жағып, қажетті қалаған ингредиенттерімізді салуға болады. Мен мұнда колбаса, моцарелла сырын және кішкене қызанақ пайдаландым. Және мен үстіне оливковый майды құйдым. Қыздырылған пешке 15-20 минутқа қызарғанша пісіреміз. Осы рецептпен міндетті түрде пісіріп көріңіз.